кез келген істі көңіл күй жақсы әдемі болып тұрғанда жасау керек мейлінше. Әсіресе өзіңізге ұнайтын істі. Сол кезде ол іс бір өнімді нәтижелер шығады. Қаламай, қалай болса солай істесең, баратын жеріне бармайды. Айтқан сөзіңде жетпейді жүректерге, точкасына бармайды. Мен мысалы осылай сөйлеп шыққым келмейді негізі видеоға. Өміріме жаңашылдық қосу үшін ғана. Өміріме бір жаңа істер қосайын деп осылай сөйлеп шығып жүрмін. Күнделікті бір іс қайталана берсе адам тозып кетеді, тозасың да, қызықсыз болып кетеді. Өмірде мәңгі кетіп қалуы мүмкін, қайталана берсе бір істер. Сондықтан арасында бір жаңа дүниелер қосып тұрайын деген ниет қой. Бір жағынан оқыған, тоқығандарымды бөлісейін деген. Ал өз салаңызда жетістікке жету үшін, тезірек жету үшін көңіл күйге қарамайсыз. Жасай бересіз, мақсат қоясыз да, тынымсыз еңбек етіп. Ал біз сияқты кішкене жылқыларға көңіл күй әсер етеді, энергия әсер етеді. Әркімде әрқалай. Мысалы Мұхтар Мағауин жазушы атам алла рахмын алсын, ол кісі үлкен жазушы болуға тұрақты сондай бір машық керек деп айтады көп жазу үшін адам. Ешқандай бір шабыт күтіп отырудың қажеті жоқ. Ол кісі шабытты күтіп отырмаған. Ал кейбір жазушылар тек шабытпен жазады, түнде жазады деген сияқты. Әркімде әрқандай мәселе. Негізі ешқандай шабытсыз жұмыс істей алсаңыз, ол деген мүлде керемет. Өзіңізге қалай тиімді соны қарайсыз ғой. Мен бір екі нұсқа айтып тастадым былайынша.